Құрметті тыңдармандар, бүгін Яқуб пайғамбардың ұлы Жүсіп пайғамбардың қиссасының бірінші бөлімімен танысамыз. Егер де сіздерге шығарылымдар ұнап жатса, лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Жалпы пайғамбарлар туралы қиссаны қиссалар плейлистінен көре аласыздар. Ахсан аль-Хисас, яғни ең әдемі қисса атауы Құран кәрімде Жүсіп алейхиссаламның оқиғасына қатысты айтылған. Басқа пайғамбарлардың оқиғасы Құранның әр жерінде үзік-үзік берілсе, Жүсіп пайғамбардың өмір жолы Жүсіп сүресінде басынан соңына дейін толық қамтылған. Ибрахим пайғамбардың немересі Жақып, Ысқақтың үлкен баласы. Одан басқа Ысқақтың Аис деген баласы болған. Аис Шам жаққа қоныс аударғанда, Жақып алейхиссалам Канған жерінде қара шаңырақта қалып қойған. Кейіннен оған пайғамбарлық келген шақта, ол халқын хақ дінге шақырып, туралыққа бастады. Жақып алейхиссаламның 12 ұлы болды. Кейбір деректерде бұлардың аттары былай айтылады: Яхуда, Рубин, Шамун, Лауи, Яшхуз, Забулун, Зауана, Тафтуна, Кауза, Ушир, Жүсіп және Биньямин. 12 ұлдың ең кішілері Жүсіп және Буньямин еді. Осы екеуі Жақып пайғамбардың басқа елінен туылған. Жақып алейхиссаламның лақабаты Исраил. Оның 12 ұлынан 12 тайпа тарап, олар Исраил ұрпақтары болып аталып кетті. Жақып пайғамбар екінші әйелінен туған осы Жүсіп пен Буньяминді қатты жақсы көрді. Тәпсір Қасыр риуаятында Жақып алейхиссаламның 4 әйелінен 12 ұлы бар еді. Сол ұлдардың бірі Жүсіп алейхиссалам болды. Хақ тағала сұлулықтың 100 түрін жаратты. 90 түрін Хауанаға жіберсе, 99 түрін Жүсіп алейхиссаламға жіберді. Бір есесін барша халыққа берді. Хауаның нұры сұлулығы перделі еді. Жүсіп пайғамбардың нұры пердесіз еді. Сол үшін де оған барша әйелдер қатты құмартатын. Жақып пайғамбардың әйелдердің бірі Рахилден Биньямин мен Жүсіп туылады. Олардың сәби кезінде аналары Рахил опат болады. Жақып пайғамбар бұл екеуін жетім деп қатты көңіл бөліп жақсы көретін. Жүсіп алейхиссаламды құшақтап ерекше ұнатушы еді. Жүсіптің дәулет, мансап иесі болатын сәби кезінен сезетін. Жүсіп пайғамбар 7 жасқа толғанда түс көреді. Түсінде ағаларымен бірге жас шыбықтарды отырғызып жүреді. Жүсіп алейхиссаламның шыбығы жарқырап, жайып, бұлтқа дейін жетіп, шешектері раушан болып ғаламды нұрландырады. Ағалардың отырғызған бұтақтары жасылданса да өспейді. Олардың шыбықтары Жүсіп алейхиссаламның ағашына сәжде қылады. Жүсіп пайғамбар бұл түсті ертеңіне ағаларына айтты. Ағалары күншілдікпен: атамыз бұл Рахил ұлын онсыз да жақсы көреді. Бұл болса одан әрі сүйкімді бола түспекші десті. Екінші күні Жүсіп пайғамбар тағы түс көреді. Түсінде ай мен күн және 11 жұлдыз өзіне сәжде қылады. Бұл түсін Жүсіп атасына айтты. Ата, мен түс көрдім. Түсімде ай мен күн 11 жұлдыз маған сәжде қылды, дейді. Сонда Жақып пайғамбар: әй менің кішкентай ұлым, түсіңді туыстарыңа айтпа, сені әлек қылу үшін айла жасар, күнәдан қорықпас. Ақиқатында шайтан адамға дұшпан, сенің қандастарыңды сол азғырар, дейді. Жақып алейхиссалам мен Жүсіп алейхиссаламның бұл сөзін Рубилдің анасы Қамар естіп, Рубилге айтады. Мұны Рубил басқа туыстарына жеткізеді. Олар бұл сөзді естіп, ашуланып өре түрегелісті. Қарай көр, Рахил баласын, кішкентаймын деп ешбір іске жарымайтыны өз алдына сөйте тұра атамызға жалған түс айтып, өзін сүйікті еткісі келеді. Сүйікті баласы болуға біз де тиістіміз. Бүкіл қой мен түйені біз бағамыз. Сол үшін атамыз бізді сүймей, Жүсіпті ерекше жақсы көрсе, ол үшін азғындық болар, дейді. Ертеңінде бұл 10 ағайынды бауырлар атасына келіп: ата, сен бізге сеніп Жүсіпті бізбен бірге сахараға жібер. Қой қозыларын, түрлі құстарды көріп көңілі көтерілсін. Сонан соң саған көрген білген әңгімесін айтсын, дейді. Жақып алейхиссалам: Жүсіпті көрмесем бір сағатты тағат таба алмаспын. Сіздермен Жүсіпті қосып жіберсем қалай шыдаймын, дейді. Ұлдары болса: ата, сен Жүсіпке ата болсаң, біз оның қандасы екенімізді насихат етеміз. Сені Жүсіпсіз қалдырмаспыз, дейді. Жақып алейхиссалам: ұлдарым, сендер аңға кеткенде Жүсіп жалғыз қалады. Сөйтіп Жүсіпті қасқыр жеп сендер қапы қаларсыңдар, дейді. Жақып алейхиссаламның келіспейтіне көздер жеткеннен соң Жүсіпті алда бауырлары: атаңнан сұранып бізбен бірге сахараға жүр. Не бір қызықты тамашалайсың. Келгеннен кейін көрген білгеніңді
атаңа әңгімелеп бересің дейді. Жүсіп бұл сөзге сеніп аса қатты қуанып атасынан сұранады. Сонда Жақып алейхиссалам: «Әй ұлым, мен сені өте қатты жақсы көргендіктен сенсіз тұра алмаймын» дейді. Сонда Жүсіп пайғамбар атасының мойнынан құшақтап: «Әй ата, сен мені сүйетіндігіңді білем, бірақ бір күнге сабыр етіп, мені ағаларыммен бірге жібер, Сахара тамашасын көрейін» деп жалынады. Ақыры Жақып алейхиссалам уәде беріп, Жүсіп сендермен бірге барсын деп ұлдарына келісімін береді. Хақ тағала Жақыптың көңіліне үрей салады. 40 күн, 40 түн ұйықтамайды. 40 күн өткенде ұйқы басып көзі ілініп кетеді. Түсінде Жақып алейхиссалам тау басында тұр екен. Жүсіп алейхиссаламды атасының қойнынан 10 бөрі келіп түрлі жерінен қауып әлекке салады. 10 бөрінің бірі айырылып, 9 бөріні соңынан қуады. Жүсіп қашып жерге кіріп кетеді. Сонда Жақып пайғамбарға бір кісі: «Жүсіп 3 күннен соң көрден шығар» дейді. Бұл түсті көрген Жақып пайғамбар түсінен қорқып оянады. Бұл кезде Сахараға келген күншіл ағалары Жүсіпті жақтырмай жаяу жүргізіп шаршатады. Ол шөлдеп су сұраса, суды сен түсіңде ішерсің деп мазақтап келемеждейді. Жүсіп рубельге жалынып су сұрайды. Ешқайсысы жәрдем бермек түгіл соғып ұрып тастайды. Жүсіп пайғамбар одан әрі жылап: «Әй Яхуда, сен басқасынан гөрі шапағаттырақ едің ғой, маған көмектес, атам Жақыпты ренжітпе, ата аманатын, туыс тілегін ұмытпа» дейді. Яхуданың шапағаты түсіп, көзі жасаурап: «Інім, күшім жетсе сені құтқарар едім» деп Жүсіп алейхиссаламды жанына алады. Мұны көрген қандастары Яхудаға ашуланып: «Екеуіңді бірге өлтіреміз, біздің уәдемізді неге бұзасың?» дейді. Сонда Жүсіп алейхиссалам айтады: «Егер менің 100 000 жаным болып, сіздің мақсатыңыз мені өлтіру болса, онда жанымды пида еттім. Сіздердің дұшпан екендеріңізді енді ғана білдім. Шайтан сізді алдап тамұқтық етпек» дейді. Мұны естіген Шамғұнның ашуы келіп, Жүсіпке пышақ көтереді. Жүсіп оның бұл ісіне қатты күледі. Шамғұн Жүсіптің күлгенін көріп орнына барып отырды. Мұнан соң Яхуда айтты: «Әй қандастарым, мұның бабасы Исхақ пайғамбар. Хақ тағала оны бауыздатудан құтқарған. Ұлы бабасы Ибрахимді Намрұд отқа салғанда да Хақ тағала оны от күштен аман алып қалған. Бұл баланың бабасы да, атасы да қасиетті. Сендер бұл баланы өлтірмеңдер, жұмақтан айырылып мәңгі тамұқтық болмайық. Онан да мұны да құдыққа салайық. Мұны көрген мүсәпірлер алысқа алып кетер» дейді. Бұл кеңесті мақұл көріп, Жүсіпті құдық жанына апарады. Жүсіп алейхиссалам қанша жалынса да еш шапағат қылмайды. Бірі Жүсіп көйлегін шешіп алады. Сонда Жүсіп алейхиссалам жылап: «Маған рақым қылмасаңыз да, Зағип атама рақым қылып, көйлегімді өзіме беріңіз. Тірі болсам қабырғамды жапсын, өлі болсам кебінім болсын» дейді. Олар құлақ аспай мұның қолын байлайды. Жүсіп алейхиссалам: «Қолымды шешіңіз, бақа шаян болса қуамын ғой» дейді. Олар: «Ай мен күн 11 жұлдыз қолыңды шешсін» дейді. Онан соң қанпезер ағалары Жүсіптің беліне жіп тағып, жіппен түсірмек болғанда, екінші біреуі келіп жіпті кесіп жібереді де Жүсіп алейхиссалам құдыққа құлап кетеді. Осы кезде Хақ тағала Жебрейіл алейхиссаламға: «Құлым Жүсіпті құдыққа түсіп кетпестен бұрын құтқар» деп әмір етті. Жебрейіл алейхиссалам көзі ашып жұмғанша ыршып барып Жүсіп пайғамбарды ұстайды. Құдық түбінде бір ақ тас бар еді. Оны су үстіне шығарып, қанатымен сипағанда тас жұмсарады. Жүсіп алейхиссаламды тас үстіне отырғызып, Жебрейіл алейхиссалам Хақ тағала әмірімен жұмақтан көйлек пен жұмақ азығын келтіреді. «Әй Жүсіп, Хақ тағала саған сәлем қылды, пайғамбарлық жіберді. Құлым Жүсіп менің рахыма разы болсын, сабыр қылсын. Менің бар нәрсеге күшім жетеді. Оны ғазиз етіп Мысыр шаһарына патша қылармын. Оға дейін көп қайғы көрер. Әр уақыт менің жәрдемімде болар. Құдықтан шыққаннан соң атасына сәлемат етіп кездестіремін» дейді. Содан кейін Жүсіп алейхиссаламға пайғамбарлық келіп, көйлек киіп, жұмақ тамағын жеп, көңілі шаттанады. Жебрейіл алейхиссалам Жүсіпке бір дұға үйретеді. Жүсіп пайғамбар бұл дұғаны оқығанда қараңғы құдық түбі жарқырап жанады. Жүсіп алейхиссалам жұмақ тамағын жеп, жарық жерде шат-шадыман болады. Бұл кезде Жақып алейхиссаламның 10 баласы үйлеріне оралып атасына: «Ата, біз аң аулауға кеткенде Жүсіпті бір бөрі келіп жепті. Ол маңайда бір әлсіз жаман бөрі жүруші еді. Ол
Жүсіпті жеп кетер деп ойламаған едік. Міне, мынау Жүсіптің қанға боялған көйлегі, мұны әкелмесек сіз бізге сенбейсің деп жыласады. Қанды көйлегін көргенде Жақып әлейхиссаламның күші кетіп әлсіреп жығылады. Жүсіптің иісін иіскейін деп көйлекті қолына алғанда көйлектің бүтін екендігін көреді. Жүсіптің көйлегін жыртпай жеген не қылған шапағатты бөрі еді дейді. Демек, бөрі жемеген, бөрі жесе бұлай болмас еді деп қанды көйлекті жүзіне сүртіп қатты жылайды. Жақып әлейхиссалам неше күн, неше түн аласұрып жүгіріп ұлын іздейді. Әй менің сүйікті ұлым, көзімнің қарасы, көңілімнің емшісі сені қайда апарып тастады деп қатты қайғырады. Атасының бұл халін көрген балалары оны аяп істеген істеріне өкінеді. Қандасымыз Жүсіпті ойран етіп, атамыз Жақыпты өлтіретін болдық деп олар да қайға түседі. Жақып пайғамбар ұлдарының жылағанын көріп, ұлдарым, жалған сөйлеп осқа жылайсыңдар, қасты қылып Жүсіпті мерт еттіңдер, маған сабырдан басқа шара жоқ дейді. Тәпсір Қази риуаятында Жақып пайғамбардың зар жылауы арта түскен соң, ұлдары, Жүсіп үшін өзіңді әлекке түсірдің, тілесең Жүсіпті жеген бөріні тауып алдыңа келтірейік дейді. Сонда Жақып пайғамбар келтіріңдер деп айтады. Осылайша баршасы сахараға шығып, бір бөріні ұстап, аузына қан сүртіп, Жүсіпті жеген бөрі осы деп Жақып пайғамбардың алдына алып келеді. Жақып пайғамбар бөрінің аузындағы қанды көріп, «Я Раббым, бұл жануарға тіл бер» деп мінәжат еткенде, Хақ тағала дұғасын қабыл етеді. Жақып пайғамбар, «Әй бөрі, Жүсіпті не үшін жеп мені махрұм қылдың?» деп зар-жылайды. Сонда бөрі тілге келіп, «Ей Расулалла, Хақ тағала сіздерге білдірер һәм сездірер, пайғамбарлар еті барша жануарларға харам. Мен Жүсіпті көрген жоқпын. Бұл залымдар мені қуып, ұстап, аузыма қан сүртіп, үйіңе келтіртті. Мен өзім Мысырдан келдім. 3 күн бойы тамақ жемедім. Бір бөлтірігім бар еді. Соны іздеп жортып келемін. Ей Расулалла, дұға қыл. Хақ тағала бөлтірігімді сәлемат етіп маған табыстырсын» дейді. Жақып әлейхиссалам бөріге тамақ асатып, көңілін қош етіп дұға қылады. Бөрі Жақып әлейхиссалам жанынан кетіп бөлтірігін табады. Жақып пайғамбардың ұлдары бұл ісіміз залымдық болды, Жүсіпті алып қайтсақ деген ой ойлайды. Бірақ шайтанның азғыруымен олар арланып ойын іске асырмайды. Яхуда әр күн сайын сахарадағы құдыққа барып, Жүсіпке тамақ апарып хал жағдайын сұрайтын. Жүсіп пайғамбар амандығынан басқа сырды Яхудаға айтпады. Жүсіп әлейхиссаламның құдыққа түскеніне 3 күн болғанда, Мәлік Дағыр деген бір кісі құдық маңына керуен түсіріп, Башир аты 2 қарақұлға барып құдықтан су алып келіңіз деп жұмсайды. Башир мен Башир жіппен шелек салады. Сол сәт Жебрейіл әлейхиссалам хабар келтіреді. «Әй Жүсіп, сүйінші саған, қазір құдықтан шығасың» дейді. Жүсіп пайғамбар 2 аяғын шелекке салып қолымен жіпті ұстайды. Мәлік Дағыр көрген түсін әр уақытта құлдарын айтушы еді. Түсінде құдық түбінен бір құл тауып алады. Сол құлдың алтыннан, күмістен артық пайда келетіндігін айтып, егер ол құлды кім тапса, сол күні азаттық берер едім дейтін. Жүсіп әлейхиссаламның қандастары сахараға шыққан еді. Жырақтан құдықты көріп жүгіріп барып Жүсіпті іздейді. Жүсіп жоқ болып шығады. Олар керуеншілерге барып, «Біздің бір құлымыз бар еді, кішкентайынан атамыз сатып алған еді, ол тым осал, әлжуаз еді» дейді. Сондықтан қашып кетіп құдыққа түскен еді. Жаңа құдықтан қарасақ, онда жоқ болып шықты. Оны тағайынсыз алған болсаңыз, жақсылықпен беріңіздер, бермесеңіздер айқайлаймыз. Сол кезде даусының құдіретінен шошып, қорқып өлерсіздер дейді. Мәлік Дағыр қорқып кетіп, Жүсіпті оларға береді. Оның ағасы кеңесе келіп, мұны сатайық деп Жүсіп пайғамбарға, «Сені құл деп сатамыз, разы бол, келіспесең өлтіреміз» десті. Онан соң Мәлік Дағырға, «Мына құлды сатамыз, ал» дейді. Мәлік Дағыр алмақ болады. Ол Жүсіптен, «Сен расымен-ақ құлсың ба?» деп сұрайды. Жүсіп пайғамбардың көзі жасаурап, «Құлмын» деп жауап береді. Ішінен «Алла, құлмын» деп ниет етеді. Мәлік Дағырға ағалары, «Бұл құл кішкентайынан бізбен бірге өсті. Өзі разылық білдірсе сатамыз. Бірақ қоятын 3 шартымыз және құлға тағар 3 айыбымыз бар» дейді. Мәлік Дағыр айыбы не нәрсе деп сұрайды. Олар былай дейді. Әуелі бұл ұры, екіншіден жылауық, үшінші айыбы қашқын. Енді шартымыз. Әуелі аяғына ауыр бұғау сал,
Екінші, бұл өтірікші, сондықтан сөзіне сеніп мархабат қылма. Үшінші, сатсаң жыраққа сат дейді. Мәлік дағыр шарттары мен айыбын қабыл етіп Жүсіптен сен разымысың деп сұрайды. Жүсіп әлейхиссалам разымын деп жауап береді. Яғни қазаға разы, бәлеге сабыр. Мәлік дағыр айтады, сауданы не істейміз? Менде тауар жағы көп, бірақ қолымда осы уақытқа дейін бір уыс алтыным жоқ, 18 дәрхам ақшам бар, бірақ қадір жоқ дегенде, Жүсіп әлейхиссаламның ағалары, бізге тауардың керек жоқ, онан да ақша бер дейді. Сөйтіп, Мәлік дағыр 18 дәрхам ақша беріп, Жүсіпті сатып алады. Ол, сатқаныңызды растап куәлік беріңіз дейді. Он ағасы қолдарынан жазып береді. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Біз Жақып ұлдары Рубил, Шамғон, Яхуда, Лауия, Жад, Тафтал, Ястажар, Замбалон, Қара, Дана өзіміздің Жүсіп атты құлымызды Мәлікке 3 шартпен саттық. Мәлік 3 шартты қабыл алды деп жазып береді. Мәлік көшуге дайындалады. Жүсіп Мәліктен рұқсат сұрайды. Кішкентайымнан олармен бірге өстім, олармен бір көрісіп келейін дейді. Мәлік оларға рұқсат береді. Мәлік дағырдың Қылыш есімді бір қара қайратты құлы бар еді. Жүсіпті соған қосты. Жүсіп әлейхиссаламның аяғына ауыр бұғау салынды. Жығылып сүрініп ағаларының жанына барып, әрқайсысын өбіп қоса жылады. Олар бұл істеріне өкініп, әй Жүсіп, сен атамыз жанына апарайық десек өте қатты арланамыз, сен бұған разы бол дейді. Онан соң Жүсіп әлейхиссалам жылай-жылай Мәліктің жанына келеді. Мәлік сол кезде былай дейді. Неге олармен жылап көрістің? Олар сені жаратпайды, сені арзан бағаға сатты дейді. Сонда Жүсіп пайғамбар, әркім өзіне лайықты құнын біледі деп жауап береді. Жүсіпті қатты ыңыршақты түйеге мінгізіп, аяғына ауыр бұғау салады. Жол үстінде Жүсіп әлейхиссаламның анасы Рахилдің қабірі бар еді. Анасының қабірін көріп, өзін-өзі ұстай алмай түйеден түсіп, анасының қабірін құшақтап, «Ей ана, менің халімді көрер місің? Аяғымда ауыр бұғау, мені кәпір құл етіп сатты» деп жылай береді. Анасының қабірінен осы кезде дауыс келді. «Ұлым, бұл халге қалай түстің? Сені сатқандарға не жауыздық қылдың? Неге сенімен бірге келмеді бауырларың? Атаң Жақып сенің халіңді неге білмеді? Бұл бәлеге қапы қалып қалай түстің? Көр ішіндегі жаныңды махруж қылдың» дейді. Бұл арада Қылыш Жүсіп әлейхиссаламды қараса, түйе үстінде жоқ екен. Қожаларына тез хабар беріп, құл қашты дейді. Онан соң керуен тоқтап, Мәліктің құлдары Жүсіп әлейхиссаламды іздеуге кірісті. Қылыш есімді қара құл жүгіріп іздеп жүріп Жүсіптің анасының қабірін құшақтап жылап отырғандығын көреді. Қылыш жетіп барып, неге қашасың деп шапалақпен Жүсіпті тартып жібереді. Оны керуенге алып қайтып түйесіне мінгізеді. Мұны қожалары қашқын деп дұрыс айтқан екен, босанып қашып кетпесін деп қатты бекітіп байлап тастайды. Бұл халден соң Жүсіп әлейхиссалам одан қатты қайғырады. Қолын көтеріп, «Я Раббым, ешбір күнәсіз бұл бәлеге түскен болсам, бұл қауымға бірдеңе көрсет» деп мінәжат қылады. Сол сағат аспанда бұлт көтеріліп, қатты дауыл тұрып, жасын түсіп, қарлы жаңбыр жауа бастайды. Керуеншілер бірін-бірі көрмей, түйелер мен атта жүре алмай, түн қараңғыға ұласты. Мәлік бұл жағдайға таң қалып, қолдарын жиып, «Залымды жасап, кісіге зәбір көрсеткен кім?» деп сұрайды. Қылыш есімді қара құл, «Бұл күнә менен болар, қабір басында жылап отырған құлды жазықсыз соққан едім» дейді. Мәлік, «Бар тез ғұзыр қыл» деп Қылыштың мойны жіп тағып Жүсіп әлейхиссалам жанына алып барады. Қылыш, «Күнәмді кеш» деп зар еңіреп Жүсіп әлейхиссаламнан кешірім сұрайды. Мәліктің өзі Қылыштан да артық Жүсіп пайғамбарға жалбарынады. Жүсіп пайғамбардың шапағаты түсіп, кешірім қылып дұға қылды. Сол сағат жаңбыр тоқтап, керуеншілер бұл құлдың құдіретті екендігін мойындайды. Мәлік Жүсіп әлейхиссалам түйеден түсіріп, жұмсақ киім кигізіп, жақсы атқа мінгізеді. Керуеншілер Жүсіп пайғамбардың қызметінде болады. Жүсіп пайғамбардың бірінші мұғжизасы осы болатын. Одан соң Жүсіп әлейхиссалам Башир мен Баширидің басын жүзін сипайды. Сол сәтте қап-қара құлдар әп-әдемі адамға айналады. Бұл Жүсіп әлейхиссаламның екінші мұғжизасы еді. Үшінші мұғжизасы Мәдинеден Құдысқа жолға шыққанда Құдыс патшасы түс көріп, түсінде керуен келеді, қарсы алуға шық деген бұйрық алады. Құдыс патшасы осы жолы керуен алдынан қарсы шығады. Мәлік
керуені жыл сайын Құдысқа тоқтамай өтетін. Бұл жолы бір ерекшелік болса керек деп Мәлік керуенінің алдынан шығады. Қараса, жақсы ат үстінде бір жігіт отыр. Жүзіне перде тартқан. Нұры жайнап балқып тұр екен. Барып сәлем беріп көрісіп, сен кімсің дейді. Жүсіп әлейхиссалам, мен саған қарсы шық деп бұйырған адамын дейді. Мұнан соң Құдыс патшасы Мәлікті Жүсіп әлейхиссаламды сарайына алып барып, 3 күн сый құрмет көрсетеді. Жүйрік ат, асыл киімдер беріп Жүсіп пайғамбарға: «Ей Жүсіп, енді маған бір уағыз қыл» дейді. Жүсіп пайғамбар: «Ей патша, жер мен көкті жаратқан, сені мен мені жаратқан Алла тағала мүмін болып ғибадат ет» дейді. Патша сол кезде: «Пұтханаға кірейік, егер пұт сурет сенің дегеніңде хақ десе, сөзіңді қабыл қылдым» дейді. Сөйтіп екеуі бірге пұтханаға кірді. Жүсіп әлейхиссалам пұтханаға кірісімен пұттар жығылып түсіп, «Ля илляха иллаллах» дейді. Патшаның көңіліндегі шүбәсі кетіп, сол заманда мүмін мұхалис болады. Бәшар мен Башири де мүмін болады. Онан соң керуен Құдыстан аттанып Мысырға кетті. Бұлар Мысырға жақын келгенде Мәлік дағды Жүсіп пайғамбарға: «Бұл Ніл суына барып құйынып шомылсаң, тәніңнен тозаң топырақ кетеді» дейді. Жүсіп әлейхиссалам Нілдің мүбәрәк суына барып дұға қылды: «Я Раббым, ғұсыл құйынбақ мақсатым бар, маған өз рахматыңмен перде берсең, абыройымды жануарлар көрмесе» дейді. Хақ тағала қабыл қылып, Жапан есімді балыққа Жүсіп әлейхиссаламға перде болуға әмір етті. Жапан Ніл дариясындағы балықтардың патшасы еді. Ол балықтарға бұйырып: «Әдеп сақтаңыз, ешқайсыңыз суда жүзбеңіз, Алланың Жүсіп пайғамбары суға түседі» деп Жүсіп әлейхиссаламға перде болды. Жүсіп пайғамбар балықтың жәрдемімен ғұсыл құйынып шыққанда, Жүсіп әлейхиссаламның балық бір тілегін орындауды тіледі. «Әй Жүсіп, мен балықтар патшасымын, дәулетім де жетерлік, бірақ балам жоқ» дейді. Жүсіп әлейхиссалам дұға қылды. Дұғасы қабыл болып, ол балыққа 2 бала берді. Екеуі де мүбәрәк балық болып шығады. Біріншісі Сүлеймен әлейхиссаламның жүзігін жұтқан балық, екіншісінің қарнында Жүніс әлейхиссалам 40 күн тәсбих айтқан. Онан соң Хақ тағаланың пәрменімен Жебрейіл әлейхиссалам жұмақтан 2 көйлек келтірді. Жүсіп пайғамбар судан шығып, киімін киді. Мәлік Жүсіптің келгенін көріп, сандығынан әдемі киімдер шығарады. Сол сәтте Жүсіптің үстіндегі ғажайып киімдерге көзі түсіп: «Мұны қайдан алдың?» дейді. Сонда Жүсіп әлейхиссалам: «Алла тағалам берді» деп жауап береді. Онан соң керуен қозғалып Мысырға жүрді. Мысыр халқына аспаннан бір дауыс естілді: «Бүгін Мысырға бір ғазиз шарапатты жан кірер. Саудагер Мәлік керуеніне барып көріңіз, оның бейнесі періште сияқты» дейді. Мысыр халқы мұны естіп таңырқай қарасып тұрды. Сол сәтте Мәлік керуенмен бірге сұлу ат үстінде көркем жүзді, бірақ перделі, салтанатты жігіт Мысырға кірді. Мәлік жиылған көпшілікке: «Сіздер бұл мақсатқа бүгін жетпессіздер, және ол адамды көру үшін бірер алтын әкеліңдер» дейді. Қала жұрты ертеңгісін біраз алтын әкеліп, Жүсіп пайғамбардың көркем жүзін анық көреді. Мұның сатылған құл екенін біліп, әркім мұны мен аламын деп үміт етті. Дәулеттілер күн сайын келіп бағасын көтерді. Мәлік базар бітпей сатпаймын деп бірнеше күндер Жүсіп әлейхиссаламды қадір тұтып құрмет етті. Жүсіп әлейхиссалам одан әрі сұлуланып, жанынан раушан иісі аңқи түсті. Мәлік Мысыр ортасынан алтын орындық әзірлеп, Жүсіп әлейхиссаламға түрлі жақсы киімдер кидіріп, басына қымбат тәж қойып, таққа отырғызды. Жүсіп әлейхиссалам бетінен пердені көтерді. Мысыр ортасынан күн шыққандай нұр берілді. Барша халық бұл нендей адам деп таң қалысты. Бұл кезде Зылиханың Мысырға келгеніне сол жылы 7-ші жыл толған еді. Келесі қиссаның 2-ші бөлімінде Юсуф пайғамбар мен дәл осы уәзірдің әйелі болған Зылиха екеуінің арасындағы қызықты оқиғалар баяндалады. Өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.